достар, осы видеода One Piece анимесінің 704 сериясынан бастап 733 серияға дейін қысқаша айтып беретін боламын. Алдыңғы серияларды көрмей қалған болсаң, оң жақ жоғарыда сілтемесі шығатын болады. Ал енді арнаға тіркеліп ыңғайланып отырып алған болсаң, мен видеоны бастаймын. Здоров, подбросишь метров на 500? Бросок! Потому что в самолете все зависит от Затем я убью вас всех до единого! Дофламинго туғалы өте қатыгез болған. Оның шын мәнінде қандай адам екенін тек төрт әулеттің басшысы ғана білген. Коразон өздерінің өте мейірімді ата-аналарынан қалай қатыгез бала туылғанын түсінбей отырады. Трафальгарло мұқият тыңдап алады да, өзі де Дофламинго сияқты болғысы келетінін айтып, бәрін Фламингоға айтып бермекші болады. Яғни Коразонның сөйлей алатындығын айтып, Фламингоның қолымен жазаламақшы. Буйвол мен детка 5-тің аузын мороженое әперіп жабады да, мороженойға ақшаны детка 5-тан алады. Хорошо. Боже, он нуждается во мне. Коразон жылдамдатып заттарын жинап Сипонти болмақшы болғанда, оны Дофламинго қарсы алып, Суру деген дозорный тағы да өздерін тауып алғандықтан кету керектігін айтады. Коразон Фламингоның неге ештеме білмейтіндігін түсінбей қалады. Сөйтсек, Ло оған 2 жыл бұрын пышақтағаны туралы айтпаған қарызын қайтарған екен. Фламинголар дозордан қаша бастаған уақытта, Коразон Трафальгарлоға дәрі іздеуге кеткендігі туралы хат жазып кетеді. Скажи хоть что-нибудь, ей! Пылым. Кенеттен Коразон дозордың құпия агенті болып шығады. Ол шұғыл шаруалары пайда болғанын айтып, миссияға кейін оралатындығын баяндайды. Сенгоку оның баяндамасына қарсы емес екендігін айтып, дозорға жақында ғана келсе де, өзін жақсы жағынан көрсеткен сарбазбен танысады. Так точно, сэр. Мое имя Верга, сэр. Лоны дозорный емеспін деп алдап, бір ауруханаға келгенде, дәрігерлер әппақ аурудың ізін көріп паника ұстап кетулерін талап етеді. Этот здоровяк устроил погром! Трафальгарло осылай боларын болжап, ауруханаға баруға қарсы болған екен. Тағы бірнеше ауруханаға барып көрген соң, оларды сарбаздар іздей бастайды. Жарты жыл неше түрлі ауруханаларға барып көріп, ешқандай нәтижеге жете алмайды. Ұйықтап жатқан Лоға келіп, артынан пышақ соққан уақытта жарақаты ауырмағанын айтып, Больнее всего было тебе. Таңертең Лоның сыпайылығы мен дайындап қойған таңғы асына таң қалып қалады. Жарты жыл өткен соң Фламинго хабарласып, Лоның жағдайын сұрайды да, жақында дозорныйлар мен ноунейм пираттардың 5 миллиард тұратын опу-опу жемісі үшін сделка болатынын айтып, сол жеміс Лоны құтқаруы мүмкін екендігін түсіндіреді. Тұтқаны қойып, үнемі арттарынан қалмайтын Сурудың дозорныйлары жарты жылдан бері өздерін таба алмай жүргендіктен туған бауырынан күдіктене бастайды. Коразон Лоны айландырып үміт пайда болғанына қуана бастайды да, ағасының басты мақсатын ұрлап қашамыз деген жоспарын айтады. Сенгокумен хабарласып, сделка болатын жерді сұрайды. Сенгоку Коразонның өте құпия сделканы қайдан білетініне таң қалып, екеуі ақпаратпен алмасады. В общем, сделка Рубек аралында болады. 3 күн бұрын Коразон фламинголармен Ласточка аралында кездесулері керек. Мы устроим засаду на острове Ласточка и покончим с семьей Дон Кихот раз и навсегда. Коразон сөйлесіп тұрған уақытта Трафальгарлоның жағдайы қиындай түседі. Бұл дегенің оларға асығу керек деген сөз. Болжам бойынша пираттардың сделканы күтетін аралы миллионға келеді. Ал пираттар негізі опу-опу жемісінің 5 миллиардтан да қымбат екендігін білмейді екен. Олар оны дозорға 5 миллиардқа сатып жіберетіндеріне риза. Ол жемісті бұрын кез келген ауруды емдей алатын бір дәрігер иеленген екен. Коразон Трафальгарлоға өзінің маңайды дыбыссыз қылдыра алатын қабілетін көрсетеді. Ничего не слышно, правда? Даже у детки 5 сила куда лучше. Жаль, у меня нет силы получше. Кешке дыбысты жоғалту қабілетімен жарықты сөндіріп, нағыз ниндзя сияқты опу-опу жемісін ұрлап кетеді.
бала кезінен ебедейсіз болғандықтан шалынып қалып қарсыластардың қолына түсіп қалады. Коразон мен Дон Кихот әулеті кездесуге уәделескен Ласточка аралы. Дозорный қыздарды басқаратын вице-адмирал Суру Сенгоку бұндай ақпаратты қайдан білетіндігін түсінбей тұрады. Коразон соңғы күшімен Лоға жетіп, оп-опу жемісін жегізеді де әлсіреп құлап қалады. Ло қабілетті қалай қолданатындығын түсінбей отырады. Лечи! Лечи! Я же тебе говорил, что это не магия. Коразон әлсіреп жатып Лоға құпия ақпаратты дозорға апарып беруін өтінеді. Ло бірнеше барлаушы дозорныларға баруға батылы шыдамай, жалғыз келе жатқан дозорный сарбазға құпия ақпаратты беріп, өзіне қымбат бір адамды құтқаруын өтінеді. Верго, ты говоришь? Вот черт! Бірнеше жыл бұрын әулеттің жоғарғы мүшесі Верга ешкім білмейтін құпия миссияға аттанған болатын. Верга баяндаманы оқып, Коразонның сатқын екендігін түсінеді де, Дофламингоның сенімін ақтамағаны үшін ішінен маңқ еткізеді. Коразон кезінде жоғалып кетіп, 14 жылдан кейін пайда болғанда, оны тек Дофламингоның туған бауыры болғандықтан ғана әулетке қабылдаған екен. Сол себепті Верга оны ашумен сабалай бастайды. Прекрати, Верга! Осы уақытта Дофламинго адамдарымен аралға жеткенде, Верга Денденмушимен барлық болған жағдайды баяндап жатып, Коразон мен Лоның қашып кеткенін байқамай қалады. Дофламинго болса ештеме етпейді деп, как раз осындай жағдайға арналған птичья клетка деп аталатын техникасы бар екендігін айтады. Дофламингоның техникасы басталып, аралдағы пираттар бір-бірін қырра бастайды. Коразон бұл техника жайлы білмейтін болғандықтан уайымдай бастайды да, Трафальгар Лоның маңайына дыбыс шығармайтын кеңістік жасап, өзі жайлы тек жақсы естеліктер қалдыру үшін күлімсіреген түр жасайды. Идем! Диаманты жемісті тауып алған пираттардың қазыналарын тауып алады. Детка 5 буйволға мінгесіп, Трафальгарлоны ауадан іздей бастайды. Коразон Фламингоның кезінде әкелерін атып тастаған кезде есіне алады. Әулеттің офицерлері Коразонды тауып алып тепкілей бастайды да, оның сөйлей алатындығына біраз ахуе болып, Фламингоның өзі келгенше оны тірі қалдыруды шешеді. Коразон әкесінен айырылған соң оны Сенгоку тауып алып, өзімен алып кеткен екен. Коразон өлер алдында өзінің дозорға жұмыс жасайтын құпия агент екендігін және миссиясы Дофламингоны әшкерелеу екендігін мойындайды. Прости, что лгал тебе, потому что не хотел, чтобы ты меня ненавидел. Я уже знаю это! Дофламинго өзінен кешірім сұрап отыр екен деп ойлап, кешірмейтіндігін айтады да, оп-опу жемісі мен Трафальгарлоның қайда екендігін сұрайды. Коразон болса дозорға беріп жібергенін айтып, оны енді қуып жете алмайсың деп өтірік айтады. Дофламинго сенбей тұрғанда ауадағы буйвол дозордың бір щеголды құтқарып алғандығы туралы баяндайды. Коразон болса кездейсоқтықтың арқасында Лоның жолы болып тұрғанына қуанып қалады. Дофламинго негізінде оп-опу жемісін Коразонға жегізіп, сосын Коразонның өмірінің құнымен өзін бессмертный қылып алғысы келгенін мойындайды да, енді Трафальгар Лоны көндіру керек болып қалғанын айтады. Ло сандықтан шыға алмай отырғанда, Просто отпусти его. Теперь он свободен! Коразон Лоның жылаған дауысы естіліп қалмау үшін соңғы күшімен санасын жоғалтпауға тырысып жатады. Сурудың кемесі Дофламинголардың кемесін тауып алып, снарядтар жаудыра бастаған сәтте Коразон қайтыс болады. Осы шақта Фламинго жіпті оқтарымен Лоға атып, Ло оқтарды қайтарып тұрады. Луфи төменгі қабатта Фламинго басқарып тұрған Беламидің соққыларынан қашып тұрады. 5-ші дәрежеде Фламинголар шайқасып жатыр. 4-шіде Диаманте, 3-шіде Гладиус бәрін тоқтатып тұр, ал 2-шіде бірден 4 лидер Колизейдің қатысушыларымен шайқасып жатыр. Диаманте қабілетімен астыдағы жерден толқын жасағанда, бір аяқты Кирос тепе-теңдікті ұстай алмай тұрады. 4-ші дәрежеде Детка 5 Дон Чинжаоның немересімен шайқасуды жалғастырады. Фламинго Лоға Ди деген фамилияның арқасында жеңалам деп ойлайсың ба деген сөзмен шайқасып жатқанда, Ло қабілетімен супер инъекциялы соққысын жіберіп қалып, Дофламингоны бір тізеге құлатады. Фламингоның клоны Беламиді мазақ қылуды жалғастырады. Нағыз Фламинго болса Лоны жоғарыдан қадап, Лоның бір қолы жұлынып қалады. Осы уақытта Луфи асығуды ойламай,
Волямен күшейтілген екінші гирімен фламингоның клонына соққы жіберіп, резеңкелі пулеметпен клонды чаттан шығарып жібереді. Клон Дофи развалился на части. Жарылған еденнен Беламидің әлі тірі екендігін көріп, пайдаң жоқ екен деген сөзбен енді бос екендігін айтады. Беламиді кездестірген кездегі кішкене флешбек. Мы хотим стать такими же пиратами, как и вы. Я позволю вам стать под мой флаг. Если проиграете кому-нибудь, то будете исключены. Серьезно? Здорово! Шарттарға келіскен соң Мугивараларға тігіне бастайды да, естеріңде болса, екеуінің шайқас нәтижесінде Луфи оны айырып тастаған болатын. В общем, Белами өлгенше Луфимен шайқасып, Дофламинго өзі туралы анда-санда есіне алып тұрса, сол да жеткілікті деген шешім қабылдайды. Если ты так хочешь быть со мной, тогда неважно, на чьей мы стороне. Ведь ты нуждаешься во мне. Махвай 10 тонналық соққыларымен гигантты кашмарит етіп жатқанда, Эльбафтың жауынгері жеңілмейтінін айтып, бүкіл қалған күш-жігерін жинайды да, соққысымен Махвайдың 10 000 тонналық соққысын қайтарады. Все-таки это 10 000 тонн. Прямо в земли богов. Что? Нәтижесінде Махвай фламингоның клеткасына барып қадалады. Лао Джи Дон Чинжаоға қарсы шайқасын жалғастырып, белін ауыртып алғанда, Чинжао Детка 5-тің сөздерін естіп қалып, олардың некелеріне қарсы екендігін айтады. Чему ты так удивляешься? С какой стати мне жениться, Сай? Уже басқа бір қолбасшыға қызын келін қылып алуға уәде бергенін айтады. Детка 5 тек көмектескісі келетінін айтқанда, Сай көмектескін келсе атылып қал дейді. Поняла, я с радостью убью себя. И что? Для меня нет большего счастья, чем быть кому-то полезной. Сай ойнап айтам деп жатқанда флешбек басталады. Біреулер бір қатынға баласы ешкімге керек болмағандықтан қызын орманға тастап кетуге көндіреді. Нет, пожалуйста, я хочу пойти с тобой. Бесполезные люди вроде тебя никому не нужны. Даже тебе я не нужна, мама. Детка 5 сұлу боп өсіп, 50 газетке жазылады да, біреуге керек болғанына риза болады. Ты хочешь жениться на мне? Я нужна ему. Вроде тебя никому не нужны. Сай оны тоқтатпақшы болғанда, Чинжао ашуланып кетіп, жандарына барады да, Сайдың өзі тоқтағысы келмесе, онда тоқтататындығын айтады. Нәтижесінде Сай волямен күшейтілген 8 импульсті тебісімен атасының басын тоқтатады. Атасын айырып тастаған соң Детка 5-ті тоқтатып, ақмақтық жасамауын ескертеді. Кенеттен Чинжао немересінің күшін мойындап, қолбасшылықты соған беретіндігін айтады да, құшақтап тұрып, қаласаң кімге үйленсең өзің біл дейді. Олардың отбасылық әңгімелерін Лао Джи бұзып жібереді де, жас кездегі күштің бәрін жинап, шал болғанда да шығара алатын техникасын іске қосып, Детка 5 өте ыңғайлы марионетка болғандықтан оларға бермейтінін айтады. Марионетку? Техника, я отправлю тебя прямиком в ад! Последнее демоническое жертвоприношение! Жауынгер зейнеткер деп аталатын құпия техниканың құпия техникасын қолданып шайқасқа дайындалады. Если я одолею тебя, станет моей женой! Что? Довольно проблемная. Пожалуйста, позаботься обо мне. Робиннің басы істеп кетіп, қолдарын баспалдақ ретінде пайдалана бастайды да, Бартоломеоға Гладиусты тоқтата алатыныңа сенемін дегенде, Бартоломео барьерімен Гладиусты Камендишпен қоса езіп тастамақшы болады. 4-ші дәрежеде Беллинджер жауынгерлерді айыруын жалғастырады. Не недооценивай мое родство с бойцовыми рыбами.
Челленджер. Асқан жылдамдықпен жасалған семсерлі соққылардан кейін Беллинджер чаттан шығып кетеді. Бартоломео турнирда бәрін айырып тастаған Камендиш екендігін түсінеді де, Камендиш өзіне де шабуыл жасағанда түсінбей қалады. Сосын оның барьерді сындыра алмайтындығын түсініп, мазақ қыла бастайды. Бірақ ол асқан жылдамдығымен Робинді шабуылдай бастағанда, соңғы сәтте Робин оны қолдарымен ұстап алады. Камендиш ішінде құбыжық бар екендігін, бірақ қазір бәрі жақсы деп босата беруге болатынын айтады. Я всю тебя порублю на кусочки, Ника Робин. Қайтадан санасын қайтарып алып, Хакубаға шықпауын өтінеді. Робин болса жібермеймін деген шешім қабылдайды. Кенеттен жандарындағы жартас үрлене бастайды да, Гладиустың өзі де үрленіп алып, жарылғанда шаштары өте үшкір болатындығын ескертеді. Бартоломео болса айналаларына барьер жасап қанжар сұғып алғанда, Гладиус жарылып кетеді. Алайда тамағына тигізе алмай қалып, Гладиус жартасты жарып жібереді. Соңғы сәтте Робинді санасын жартылай иеленген Камендиш құтқарып қалады. Бартоломеоның барьер жасауға шамасы таусылып қалып, кумирінің техникасын қайталап, барьерлі пистолет техникасымен Гладиусты чаттан шығарып жібереді. Робин болса 4-ші дәрежеге жетіп, Ребекканы қорғауды өз мойнына алады. NPC-лар бастықтарын өлтірмеуін өтініп, жылдамдатып Гладиусты емдеп алуға алып кетеді. Джола лилипуттардың ханшайымының емдей алатын жеміс жегенін айтып, талғандарды емдеп беруін талап етеді. Ханшайым болса енді ғана олардың жау екендігін түсініп, көмектесуден бас тартады. Сейчас я буквально выжму из тебя всю твою силу. Күші қалай жұмыс істейтінін білмегендіктен ханшайымды қорқыта бастайды да, ханшайымның жасы бір NPC-ға тамып кеткен соң, қабілеті қалай жұмыс істейтіндігін түсініп алады. Сахаровпен қоса қалған лидерларды қатар жатқызып қойғанда, Виола қазір бүкіл жеңілген лидерлардың бәрі оянып кетуі мүмкін екендігін баяндайды. Джола ханшайымның көз жасын тамызып жатқан соңғы сәтте Апперкот! Что? Лео асқан жылдамдықпен барлығын бір-біріне тігіп тастап, Джоланы да талдырып тастайды. Виола бәрін баяндайды. Принцесса народа Тонтата Маншери спасена. Все как всегда. Луфи әлі Беламимен шайқасып жатады. Смайл фабрикасының алдындағы шайқас аяғына таяп, Фрэнки Синьор Пинктің ең мықты соққысын қабыл алуға келіседі. Егер соққыдан кейін тұра алатын болса, онда уже Синьор Пинк Фрэнкидің соққысын қабыл алатын болады. Нәтижесінде Пинк жоғарыға секіріп, Фрэнкидің ең әлсіз жері, яғни арқасын жерге қадап тастайды. Типа крутой болып тұра алмай жатқан Фрэнкиден кетіп бара жатқанда, Фрэнки орнынан тұрып, соққыларын жаңбырша жаудыра бастайды. Оның жауған соққылары Пинкқа сол кездегі жаңбырды есіне түсіріп жібереді. Мне нравится дождь. Свиданияға шақырып, қыз пираттарды ұнатпайтын болғандықтан банкта жұмыс істейтіндігін айтып, біраз уақыттан соң екеуі үйленеді. Тағы біраз уақыт өткен соң дүниеге балалары келеді. Дорогой, как назовем его? Как насчет Гимлета? Мне нравится это имя. Бір күні Пинкта шаруалар пайда болып, сол шаруалармен кетеді де, қатты жаңбыр болған кезде үйге қайтып келгенде, Гимлет умер? Ровно неделю назад, в тот день, когда ты бросил нас. баланың температурасы қатты көтеріліп, қайтыс болған екен. Сосын қыз банкқа қоңырау шалып, Пинктің онда жұмыс істемейтіндігін анықтағанын айтып, қайда істейтіндігін айтуды талап етеді. Ты больше не имеешь права называться отцом. Уйди с дороги. Стой, Люсьена! Снаружи все еще... Не мешайся мне. Хватит ходить за мной. Шторм кезінде орманға қашып кетіп, әрең дегенде тауып алғанда, қыз эмоциясы жоқ ауру болып қалады. Я также не знаю, сколько еще продержится ее тело. Если бы только ты не встретила меня, ты бы... Спасибо, дорогой. Прости. Тым болмағанда дауысын естимін деген үмітпен Құдайдың құтты күні гүл әкеле бастайды да, ақырындап шарапқа салынып кетеді. Бір күні баласының бас киімін киіп келген сәтте, әйелі бір сәтке жымиып қалады. Сол сәттен бастап крутой костюмдарын осындай киімге ауыстырып жібереді. Старик, это нереально круто. Пинк, что за жесть творится с твоим чувством стиля? Бұл киім Синьор Пинк үшін бүкіл крутой костюмдардан 1000 есе қымбат.
Ты насквозь промокла. Почему ты смеешься? Мне нравится. Дождь. Он тебе нравится? осындай жан түршігерлік естеліктерді көрсетіп болған соң сеньор пинк чаттан шығып фрэнки жеңіске жетеді де фабриканы қирата беріңдер деп талып қалады. Диаманте осы уақытта қабілетімен салюттар жасап дофига үшкір доптар шығарады. Похоже на россыпь звезд. Робин үлкен қолдарымен күнбағыстан зонтик жасап алып, Ребекканы шайқасқа қосылып кетуден ұстап тұрады. Кирос соққылардан қашпай жарақат алып тұрып шабуылға шығады. Ребекка, я не позволю тебе держать в руках меч! Үшкір допты жаңбырдың астында Кирос шайқаса бастайды да, Диаманте жеңілмейтінін айтып жатқан сәтте, тіпті Воляны қолданбай, таза қара күштің көмегімен Диамантені чаттан шығарып жібереді. Ребекканың анасының зираты осы жерде болғандықтан қызы екеуі зираттың басына келіп, кектің қайтарылғанын айтады. Поверить не могу, что он прикончил одного из главных лидеров семьи Дон Кихот, героя Колизея. Пика Зорадан қашуын жалғастырып, 4-ші дәрежедегі Ребеккаларды добивать етпекші болады. Жолда детка 5-ті да өлтіріп тастамақшы болады, бірақ оны сай құтқарып қалады. Үлкен тас денесін жинап алып, ойлана бастайды да, 3-ші Рика патшаны өлтірсе, NPC-лардың рухы түсіп кететінін түсініп, Рика патша отырған жерді нысанаға алады. Оның қадамдары өте үлкен болғандықтан Зора үлгермей келе жатып, алыстан соққы жіберуді шешеді. Алайда тым алыс болғандықтан іске аспайтындығын түсінеді. Тағы бірнеше секіріп көру, Усопқа айқайлау деген сияқты нұсқаларды қарастырып, қашықтықтың кесірінен іске аспайтындығын түсінеді. В общем, 4 сәтсіз жоспарлардан кейін бөлшектеп тастайтын керемет 5-ші жоспарын құрады. Осы уақытта Пика уже жететін жеріне жетіп, үлкен жұдырығымен соққы жіберейін деп жатқан кезде, Зора уже бір мықты одақтас жауынгерді кездестіріп, соның лақтырысының көмегімен Пикаға қарай атыла кетеді. Тысяча образует небольшую систему. Когда я собираю и возвожу эту систему в куб, ничего, что я не смог бы разрезать. Үш семсерлі құпия техника. Рика патша мен қалғандары өлуге уже дайын болып тұрған сәтте, Зора сол техникасымен өте үлкен ғимарат адамды екіге бөліп тастайды. Сосын үстіңгі денені тағы екіге бөліп, назарын оң жақтағы денеге аударады да тағы бірнеше бөлшектерге бөліп, Пиканы сыртқа шығуға мәжбүр қылады. Пика болса бүкіл денесін Волямен қорғап алып, ал енді не істейсің деп тұрғанда, Зора Михоукпен алғашқы рет кездескен кезін есіне алады. Попытайся превзойти меня, Рарено Зоро! 3000 миров! Хватит доставлять неприятности невинным людям. Дора! Алайда жаңа мәселе пайда болып, жоғарыдан ғимараттар құлай бастайды, бірақ Зоро алдын ала патшадан соққысын дайындауын өтініп, патшалық соққы мәселені шешеді. Михоук үшін семсерін сындырып алған кез келген мечник чмо, себебі нағыз мечник семсерін Волямен күшейте алуы керек. Зоро Пиканы туралап тастаса да, семсерінде тыртық та қалмағанына риза болады. Адмирал Фуджиторо гравитациясымен ғимараттың сынықтарын ұстап қалғандықтан тұрғындар аман қалады. Тонтатта елінің лилипуттары фабриканы қирата бастаған уақытта, Требл фабриканың жарылып кеткендігін көреді де, Пика жеңіліп қалса да, өздерінде Тонтатта елінің ханшайымының қабілеті бар екендігін айтады. Алайда Лео уже ханшайымды құтқарып алған. Күнбағыс алаңына келіп Киросты емдемекші болғанда, Кирос күштің бәрін төменде зардап шеккен NPC-ларға қолдануын өтінеді. Коала осы уақытта күзететін башняға жетеді де, Сабоның тұтқындағы жауынгерлерге көмектесіп жатқандығын естиді де, ары қарай іс-қимылдарын талқылап алады. Барлық тұрғындар бір дауыспен Зороға алғыстарын білдіріп жатқанда, Зоро оларға птичья клетка туралы естеріне түсіріп жібереді. Ал Луфи болса, әлі Беламимен сөйлесуін жалғастырып, оның соққыларды жаудырып жатқанына қарамастан, Дофламинго жаман адам болса да, Беламидің нормальный адам екендігін қайталайды. Если ты такой умный, заткнись и сражайся! Ты умрешь из-за ничего!
Белами болса өзі қатты сыйлайтын екінші адамның қолынан көз жұмғанына риза болатындығын айтады. Луфидің Скайпе аралын тапқанына в ахуе болғанын айтып, шайқасудан басқа амалы жоқ екендігін түсіндіреді де соңғы соққысын жібереді. Алайда Луфи оны бір соққысымен талдырып тастап, Беламиға жаны ашып кетеді де Фламингоны айыруға желаниясы бұрынғыдан да қатты ашылып кетеді. Дофламинго! Виолетта қабілетімен болып жатқан жағдайдың бәрін білгендіктен, қарсылас лидерлердің ішінде тек Дофламинго мен Требл ғана қалғандығын айтады. Алайда өз жақтарынан да жеңіліп бара жатқандардың бар екендігін айтып, ол Трафальгарло екендігін түсіндіреді. Луфи Беламиді тоқтатпақшы болып жатқан уақытта Трафальгарло өлім аузында жатқан болатын. Көтпеген жерден Дофламинго Трафальгарлоның өмірінің құнымен жасауға болатын, оның қабілетімен өзін бессмертный қылуын өтінеді де, есесіне кез келген желаниясын орындап беруге ұсыныс жасайды. Трафальгарлоның тағдыры өзінікіне қатты ұқсайтындығын айтып, Ло бәрібір өлетін болғандықтан ұсынысты қабыл алуға кеңес береді. Тогда оживи для меня Куру сейчас же. А потом пойди и вылежи задницей всем людям в этой стране. Трафальгарлоның талаптары миға қонбайтын болғандықтан келіспегенін түсініп, ойланбастан Трафальгарлоны атып тастайды да, қолын көтеріп, клетканың жылдамдығын арттырып жібереді. Сол сәтте Луфи атып шығып соққы жібергенде, Фламинго паутинамен соққыны тоқтатады. Луфи тағы бірнеше соққы жібереді, алайда Шичибукайға ондай соққылар өтпейді. Трафальгарлоның денесін байқап қалып, қатты ашуланып кетеді. Патша NPC-лармен бірігіп алып, тұрғындарға көмектесуді шешеді де, барлығы клетканың жылдам жиналып жатқандығын байқайды. Клетка өте өткір болғандықтан дым қиналмастан барлығын турап келе жатады. Қазір барлығы тура осындай тәртіпте орналасқан. Аралдағы барлық тірі жандар көтендерін аман алып қалу үшін аралдың ортасына қарай жинала бастайды. Усоп паника ұстап Зородан не істейміз деп сұрайды да, параллельно Луфи үшін жан күйер болып тұрады. Луфи соққыларын жалғастырып, соққы жіберген соңғы сәтте Трафальгарломен орын ауысып кетеді. Это ты сейчас умрешь, Дофламинго! Вперед! Эта операция уничтожит тебя изнутри. Гамма-луч деген Лоның құпия техникасы денедегі ағзаларға соққы жібереді екен. В общем, Луфи Лоның денесін байқап қалған сәтте, екеуі жоспар құрып үлгерген екен. Ал Фламинго оқ атқан сәтте, Ло бір NPC-мен орын ауысып үлгеріп, өтірік өліп жатыпты. Луфи Фламингоның жауап соққысын тоқтатып қалғанда, Требл бастығына көмектеспей тек жан күйер болып тұрады. Трафальгарло қиялында Коразының кегін қайтардым деп тұрған сәтте, Дофламинго қарқылдап күліп, Коразынды өлтірген сәтте желкесінен ауыр жүк түскендей болғанын айтып жатқанда, Трафальгарло шыдамай барлық күшімен соққы жіберіп, қатты әлсіреп қалады. Дофламинго болса орнынан тұрып, Лоның құпия соққысынан ішіндегі ағзаларды жібімен тігіп жатқандықтан аман қалғандығын түсіндіреді. Емдеу техникасы болмаса да іске асады екен. Сосын енді менің кезегім деп соққы жіберген соңғы сәтте, оны Луфи тоқтатып қалады. Столкновение королевской воли! Требл ұшып бара жатып, Дофламингоны кек алуға жеке өзі жігерлендірген кезін еске алады. В общем, Шибо Фламинго қабырғада ілініп тұрған кезде, өзі байқамай королевская воляны қолданып, NPC-ларды талдырып тастаған екен. Сосын оны Требл тауып алып, кек алу үшін дьявольский фрукт пен пистолет береді. Фламинго болса ойланбастан адамдарды қыруды әкесінен бастауды шешеді. Простите, что вам достался такой отец, как я. Требл әлемді билейтін жалғыз адам, ол Дофламинго деп айқайлайды. Луфи Дофламингоға волямен күшейтілген соққыларын жаудырады да, соққылары жақсы болса да, жойқындығы жеткіліксіз болады. Фламинго Коразынды есіне алып қарқылдап күле бастайды да, шайқасуды жалғастырып, бөгет болма деген сөзмен Луфиді ұшырып жібергенде, Луфиді Требл маңқасына